Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен дәл осындай песочный тестада пахлава жасаудың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға сары майымызды салып аламыз. Сосын үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қаймағымызды құйып, жұмыртқамыздың сарысын салып аламыз. Жақсылап бір массаға енгенше араластырамыз. Енді ұнымызды дайындап аламыз. Ұнымыздың үстіне бір шай қасық тұз және разрыхлитель салып араластырамыз. Ұнымызды азғантай бөліктен қосып, қамыр жасайтын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді бұны целлофанға салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге грек жаңғағы, жұмыртқаның ағы және қант керек. Сосын біздің пахлавамызды әсемдеу үшін, бетіне қою үшін азырақ жаңғақ алып қоямыз. Ал қалған жаңғағымызды дәл видеодағыдай пышақпен кесіп майдалап аламыз. Ал егер сіздерде блендер болса, блендермен майдалағанда бола береді. Бірақ жаңғағымыз біздің өте ұсақ болып кетпеу керек. Сәл ғана майдаласаңыздар жетеді. Енді жаңғағымыздың үстіне жұмыртқаның ағын және қантымызды қосып, араластырып аламыз. Міне біздің салмамыз дайын. Енді холодильниктегі қамырымызды алып, қамырды пахлаваның соңғы қамырын бетіне қойып, шет-шеттерін бекітіп аламыз және үстіне жұмыртқаның сарысын жабышамыз. Сосын бетіне осылай ромбик сызып шығамыз. Және қалған жаңғақпен бетін әсемдеп,
бетіне қойып шығамыз. Бетіне жаңғақтарымызды қойып болған соң, пахлавамызды пешке, қызып тұрған пешке 180 градуста 15-20 минутке пісіріп аламыз. Міне, пахлавамыз беті қызарып шықты. Енді бұл пахлаваның араларын жақсылап пышақпен кесіп, бөліктерге бөліп шығамыз. Және балымызды пахлавамыздың үстіне жағып шығамыз, және араларына да жақсылап жағамыз. Енді пахлавамызды 160 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне дәл осындай қылып қызыл болып шығады, пахлавамыз біздің дайын. Міне пахлавамыз өте жұмсақ, әрі дәмді болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Ал егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, менің каналыма кіріп, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!